Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sabaqlarımızı жалғастырамыз. Өткен жолы айттық, ән бір сөзі насып қылады дедік. Мысалы, ударрису деген сөз бар бізде. Ударрису деген сөз. Егер оның алдына ән келсе, оны насып қылады. Ударриса деп. Ударриса деп насып қылады. Мысалы, уриду ән ударриса. Сабақ беруді қалаймын деген сияқты. Енді бұл жерде ән біздің көзімізге көрініп тұр, ән ашық тұр, зохир тұр. Енді кейбір кезде ән өзінен кейінгі сөзді насып қылады екен, ол ән жасырын тұрған кезде. Қандай жағдайда насып қылады дегенде, бірнеше жағдайларда насып қылады. Мысалы, біріншіден, ләму жухуд мәсбуқотын бел кән мәнфи ден кейін насып қылады. Яғни ләм жухудтен кейін ол не істелінеді, ән жасырын тұрып насып қылады. Ләм жухуд дегеніміз не? Ли бар ғой? Мысалы, мә күнту ли ухлифа вағада деген сөйлемді алсақ, мә күнту ли ухлифа вағада, мен уәдені бұзбаймын деген мағынаны білдіреді. Ләм жухуд деп мынау лиді айтады. Ли ухлифа дегендегі мынау ли тұр ғой. Осында лиді, ләм деген әріп қой енді. Лиді ләмүл жухуд деп айтады. Жоққа шығарушы ләм деп айтады. Өйткені ол өзінен кейінгі сөздің мағынасын жоққа шығарады. Ли ухлифа деген сөздің мағынасы ла ухлифу, қайшы келмеймін деген мағынаны білдіреді. Ли ухлифу. Бұл ләмүл жухуд болу үшін не болу керек? Бұл ли деген сөз келу керек, ли деген харп келу керек, оның алдында кәна келу керек. Және ол кәна мәнфи болу керек. Яғни кәнаның алдында мә деген сөз келу керек, немесе ләм деген сөз келу керек. Мысалы, мә күнту деп келу керек, немесе ләм такун, ләм якун деген сияқты келу керек екен. Міне, мә күнту, нау кәна мәнфи деп айтады. Нау кәна мәнфи деп айтады. Мә күнту ли ухлифа, бұзушы, қайшы шығушы емеспін, қайшы шықпаймын, уәғда, өзімнің уәдеме берген уәдемді бұзбаймын, қайшы шықпаймын. Тағы мысал берсек, вәләм такун ли танқидал ахда, бұл жерде де сондай, вәләм такун ли танқида, бұзушы емеспін, ахда, келісімді бұзушы емеспін дейді. Яғни, ли деген бұл жерде ләм жухуд болып тұр, жоққа шығарушы ләм, ли танқудо. Танқудо деген бұзамын, ли танқудо бұзбаймын деген сөз. Ли не үшін ләм жухуд болып тұр, не үшін жоққа шығарушы ләм болып тұр? Өйткені оның алдында кәна келген. Бұл кәна жоққа шығару. Мәнфию, кәна мәнфию деп айтады, өйткені оның алдында ләм келген. Ләм такун десе бұл кәна мәнфи деп айтады. Енді бұл жерге әннің не қатысы бар деген кезде, осындай ләмүл жухудтан кейін, алдында кәна мәнфи келген ләмүл жухудтан кейін ән жасырын келеді. Мына жерде ән не келеді? Жасырын келеді де, одан кейінгі фиғылды насып қылады. Мына фиғылды не істеп тұр? Насып қылып тұр. Ли ухлифа, мынаны насып тұрған, әсілінде ли ән ухлифа болады. Бірақ ли ән деп әнді ашық айта алмаймыз. Міндетті түрде махсуфун уджубан, мұдан махсуфун уджубан болады. Міндетті түрде жасырын болады. Ли ән ухлифа деп айтамыз. Мына жерде де лиден кейін ән міндетті түрде жасырын болып тұр. Уджубан махсуф болып тұр. Ли ән танқудо болған негізінде. Мұнаны насып тұрған, мұна ән, уджубан махсуф болып тұрған ән, мұна сөзді насып тұр. Ол ән қашан келеді? Ләм жухудтан кейін келеді. Ләм жухуд дегеніміз не? Кәна мәнфиден кейін келген ли деген харф. Кәна мәнфи дегеніміз не? Ләм якун немесе мә кәна деп келген сөздерді кәна мәнфи деп айтайды. Түсінікті деп ойлаймын, түсініксіз болса сұраңыздар. Ары қарай кеттік. Екінші әннің жасырын болып келетін жері иля мағынасында немесе илля мағынасында келетін әу деген сөзден кейін. Әу деген сөз көріп тұрсыздар ма? Бұл әу деген сөздер немесе деген мағынаны білдіреді негізінде. Бірақ та кейбір кезде иля мағынасында келеді, немесе илля мағынасында келеді. Осындай иля немесе илля мағынасынан кейін келсе, бұдан кейін ән мына жерде не істейді? Жасырын тұрады. Мына жерде ән жасырын тұрады да, өзінен кейінгі сөзді насып етеді. Енді аударайық. Мысалы, ла астасхиланна, мен жеңіл деп есептеймін, жеңіл санаймын. Соғаба ауырысты жеңіл деп есептеймін, жеңіл деп есептеймін, жеңіл деп санаймын. Әу, мағынасы иля. Дейін, удрикал мұна, мақсатыма жеткенге дейін. Мына жерде әуден кейін, әу мағынасы иля, мына жерде ән естеп тұр, жасырын болып тұр да, мұна удриканы насып қылып тұр. Мағынасы
иля ән удрикал муна деген мағынаны білдіреді екен. Екінші сөйлемге келсек, юхкаму алал муттахим, күдіктіге қарсы үкім шығарылады. Әу мағынасы илля. Илля тазхара барааттуху, тек қана оның күнәсіздігі анықталса, оған қарсы үкім шығармайды деген мағынаны білдіреді. Осы жерде әудің мағынасы не? Илля мағынасында келіп тұр. Илля мағынасында келіп тұрғанның әуден кейін мына жерде ән не істейді? Жасырын тұрады екен. Енді бір қағиданы айтып кетейін. Мынау әу кейде иля, кейде илля мағынасында келеді дедік. Қашан иля мағынасында келеді десек, егер әуден кейін алдыңғы сөз бірте-бірте орындалатын сөз болса, ол иля мағынасында келеді. Егер де әуден алдындағы сөз бірден орындалатын сөз болса, ол илля мағынасында келеді. Мысалы, мына жерде әудің алдындағы сөз жеңіл деп есептеймін, ауырлықты жеңіл деп есептеймін деген бірте-бірте орындалады. Бірте-бірте ауырлықтар келіп, алдынан оны жеңіл деп есептейіп, бірте-бірте ауырлықтар жеңеді. Бірте-бірте ауырлықтар жеңеді. Ал мына жерде үкім шығарылу бірден болады. Үкім шығарғанда бірте-бірте үкім шығармайды, бірден балған ұратты үкім шығарады. Сондықтан да мына жерде әу илля мағынасында болып тұр, өйткені оның алдындағы фиғл бірден жүзеге асады. Ал мына жерде әу иля мағынасында болып тұр, өйткені оның алдындағы фиғл бірте-бірте жүзеге асады екен. Бұл әннің екінші жасырын тұратын жері. Енді әннің үшінші жасырын тұратын жері оңай, хаттадан кейін. Иля немесе ли мағынасындағы хаттадан кейін. Мысалы, вакулу, жеңдер, вашробу, ішіңдер, хатта мағынасы иля дейін, ятабайяна анықталғанға дейін, лакум сендерге хойтул абияду минал хойтул асвади минал фаджр. Таңның ақ жібі қара жібінен ажырағанға дейін дейді. Осы жерде хаттаның мағынасы иля, хаттадан кейін не келіп тұр? Бұл жерде мына жерде жасырын ән келіп тұр. Махсуфун уджуа, міндетті түрде жасырын болады да, сөйтіп мынаны не істейді? Одан кейінгі сөзді насып қылады. Екінші мысал, ихтарис хатта танжуа, құтылу үшін не істе дейді? Сақ бол дейді. Құтылу үшін сақ бол. Осы жерде ихтарис хатта, хаттаның мағынасы ли деген мағынада білдіретін хаттадан кейін ән деген жасырын тұрда, міндетті түрде мұнаны, міндетті түрде жасырын тұрып, мұнаны не істеп атыр? Насып қылып атыр. Хатта мына жердегі мағынасы ли ән танжуа. Мына жердегі мағынасы иля ән ятабайяна деген мағыналарды білдіреді екен. Бүгінге жетеді, енді осыларды кітаптан оқып көрейік. Қод тансибу ән кейде насып қылады. Вахия махзуфа, ол өзі жасырын тұрып, түсіп қалған тұрып. Ваджибу хасфа фи хамсати мавадиа, 5 орында оның насып түсіп қалуы міндетті дейді. Біз бүгін 3 орнын айттық. Әуәлі бірінші орны бәда ләмил жухуд, ләм жухудтан кейін. Вахия ләм жухуд дегеніміз масбуқату би кауни мәнфи. Мәнфи болған кәнадан кейін келген сөз. Кәна мәнфи деген мәкан немесе ләм якун деп келетін сөз. Мысалы, мә кунту ли ухлифал вa'да, уәдені бұзбаймын, вәләм такун ли танқидал ахда, келісімді бұзбаймын. Әссәни екінші орны бәда әуден кейін, әлләти би мa'на иля әу илля. Иля немесе илля мағынасында келетін әуден кейін. Мысалы, ла астасхиланна сa'ба, ауырлықты жеңіл деп есептеймін, әу удрикал муна, жеткенге дейін мақсатыма. Юхкаму алал муттахим әу тазхара бараатуху, муттахим күдіктіге қарсы үкім шығарылады, тек қана илля деген мағынада. Мына жерде тек қана оның күнәсіздігі айқындалса ғана оған қарсы үкім шығарылмайды. Үшінші орны бәда хатта би мағына иля әу илламил ta'lil, себепті білдіретін ләм мағынасында немесе иля мағынасында келетін хаттадан кейін ән міндетті түрде жасырын болады. Мысалы, вакулу вашрабу, жеңдер, ішіңдер, хатта ятабайяна лакумул хойтул абияду минал хойтил асвади минал фаджр, таңның ақ жібі қара жібінен ажырағанға дейін, хатта ятабайяна, ажырағанға дейін дейді. Осы жерде хатта деген мағынасы иля ән деген мағынасы иля, ана жерде ән жасырын тұр екен. Және де соңғы мысал, ихтарис хатта танжуа дейді. Сақ бол, құтылу үшін. Хаттаның мағынасы ләмул ta'lil мағынасында, яғни ли мағынасында. Ихтарис ли ән танжуа деген мағынада, осындай мағынадағы хаттадан кейін ән міндетті түрде жасырын келеді екен. Төртінші мәселені ертең түсіндірем, ұзақ екен. Уақырда алхамдулиллахи роббил аламин.